Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен керемет дәмді бөлкелерді жасауды бөлісемін. Бізге керегі сүт. Сүттің үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне аштығымызды саламыз. Кішкентай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұны Америкада синнабон деп атайды. Осы синнабонды бір жұмыртқамызды саламыз да, жақсылап араластырып, езілген майымызды құямыз үстіне, сары майымызды. Жақсылап езіп, үстіне ұнымызды елегіштен өткізіп саламыз. Біртіндеп ақырындап салып араластырып отырып, аяқ жағына келгенде қолмен жақсылап тесто илейміз. Иленген нанымыз жұмсақ болады. Жұмсақ қып илеп нанды, иін қандырып, сосын міне керемет иі қанған нан пайда болды. Енді бұның бетін жауып, жылы жерге 2 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Міне дайын болды тестамыз. 2 сағаттан кейін жақсы көтерілді, жұмсақ. Осыны енді квадрат формасына келтіреміз. Видеода көрсетілгендей. Сосын кейін оқтаумен үстінен жаямыз. Квадрат формада қалыңдығы 1 сантиметрдей болып шығу керек. Міне қант пен корицаны араластырып алдым бөлек ыдысқа. Тестаның бетіне аздаған сары майымызды жағамыз. Ол жері түсірілмей қалыпты. Кешірім сұраймын. Сары майды аздап жаққаннан кейін тестаның үстіне қант пен корицамызды осылай сеуіп шығамыз. Не болмас па, қолмен, қасықпен сеуіп шықсаңыздар да болады. Мен осындай илегішпен септім. Илегішпен сеуіп шығамыз. Сосын жақсылап рулет қып ораймыз. Жақсылап рулетпен ораймыз. Осы уақытта мен 180 градусқа духовканы қосып қойдым. Духовканың ыстық болып тұрғаны жақсы. Булочкалар тез піседі және жақсы көтеріледі. 25 минутта менің булочкам пісіп шығады. Сосын кәдімгі жіпті аламыз да, жіппен қиямыз. Жіппен қиылған біркелкі жақсы қиылады. Противенге тізе береміз. Орталары 1 сантиметрдей болғаны дұрыс. Бұлар әлі үлкейеді, сінеді. Мен қалыңдау қып қидым да, үстінен біраз басып қойдым противенге салғаннан кейін. Өйткені бұлар өте көтеріліп кетеді. Не осында синнабонда шығады. Духовкаға жібереміз де, бетіне жағатын помадкасын жасауды бастаймыз. Бізге керегі сметана. Сметананың үстіне сгущенка салдым мен. Сгущенканың үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Аздаған кішкене ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып, булкамыз піскенше жақсылап кремді дайындап аламыз. Помадканың 2 түрі көрсеттім описанияда. Тағы да басқа түрінде жасауға болады. Үйде не бар, қолдарыңызда сондаймен жасай беруге болады. Екінші помадканың түріне творожный сыр мен май, сары майды пайдалануға болады. Мен сметана мен сгущенканы пайдаландым. Керемет дәмді болады. Міне
Помадкамыз дайын, бетіне жағатын. Енді духовкадан аламыз. Міне пісіп шықты, керемет. Синнабондарымыз әдемі. Енді помадканы ыстықтай бетіне жаға бастаймыз. Ыстықтай жаққан кезде тесто булочкаға сіңіп, помадка өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет. Ауыз ашарға міне дайын, керемет әдемі бөлкелер дайын болды. Осы синнабонды сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.